Так, барлықтарыңызға сәлем. Естіліп көріне ма? Естіліп көріне ма? Бір плюс маманысы естіліп көріне ма? Осы болып тұр. Все, супер. Супер, барлықтарыңа сәлем. Так, кім мені бірінші рет көріп тұр, чатқа бір деп жазып жіберсеңдер, кім мені танымайды. Асел Шардағадан бөлек сәлем саған. Так, все, супер. Мені танымайтындар бар екен. Қазір кішкене күте тұрайық, адамдар қосылсын, содан кейін бастаймыз. Жалпы, кім мені танымайды? Жазып жіберсеңдер, жастарың қаншада, неме айналысасыңдар и қай жақтан боласыңдар? Осы үш сұраққа жауап жазып жіберсеңдер, содан кейін қазір 1-2 минут ішінде бастап кетеміз. Мен бір кішігірім музыка қосып жіберейін, егер кедергі келтірсе айтасыңдар ғой. Бізде ішіміз пыспасын. Я қарағанда қалсы сүйетім бұл. Алматы шыны студент. Мен жалпы сендерге бір нәрсе айтқым келіп отыр. Кім мұнда пенсияға сенеді? Былай да, кім мұнда пенсияға сенбейді? 2 деп жазыңдаршы. Пенсияға сенбейтіндер 2 деп жазыңдар. Сенбеймін пенсияға, ол мүмкін емес деп. Пенсияға сенетіндер 1 деп жазсаңдар болады. Қандай адамдар отыр екен бізде? Мен негізі, так, окей, ақырында бастай берейік. Жалпы шамамен мен ойымша 50-60 минут уақыт болады. Қайталау жоқ, қайталау сақтай алмаймыз өкінішке орай, сондықтан бір рет қарап шыққан дұрыс болады. Неге мен пенсиядан бастадым? Жалпы мен бір заң оқыдым, қазір оқып жүрейін сол заңды. Шықты ол официально, осы жылы шықпады, бұрында шықты. Қазір айтып жіберейін сендерге. Так, мына беседа емес. Екінші тамыз 2015 жылы шықты бір заң. О жақта нені білдіреді? 2043 жылдан кейін 1982 жылдан жас Қазақстан азаматтары зейнетақы алмайтын болады. Сонда біздің барлығымызда зейнетақы болмайды. Сондықтан мен сендерге сұрағым бар. Сендер, мысалы, шексіз өлгенше жұмыс істемейсіңдер, сендер, мысалы, 50-60-тан кейін не нәрседен ақша табайын деп жатсыңдар? Маған жаза аласыңдар ма осыны? Қай жақтан ақша табасыңдар сендер? Денсаулық болады, мүмкін ауырып қаласыңдар, әлде балаларым мені асырайды, немесе квартира сатып алам деген сияқты. Кім қайдан ақша табам деп ойлайды. Өйткені бұл уақыт тез өтеді. Өмір өте жылдам пүф деп біз өлеміз де қаламыз, бір сөзбен айтқанда. Қандай заңда жазылған ол? Мал бағамын дейді. Базары нет. Мен жоқ, бұл шуткасыз, бұл күшті негізі.
қандай заң жазылған болса содан кейін ана инстаграмға жазып жіберсеңдер болады, скриншотты жібере аламын қандай заң екендігін. Кәдімгі менде міне заң тұр қолымда, мен слайдқа салуға ұмытып кеттім. Номер 342-V. Өзімді басқа болашақта инвестициямен айналысам келеді. Бизнес деген жұмыс. Меніңше бизнес деген жұмыс. И 50-ден кейін сендер қанша адам көрдіңдер? 50-60-тан кейін бизнеспен айналысып жүрген. Вот қаншауын көрдіңдер? Бизнес бұл өте энергия көп алатын, конкуренцияны талап ететін, еңбекті талап ететін сондай бір жұмыс. Бизнес бұл жұмыс. Жұмыс пен бизнестің айырмашылығы жоқ. Бар болған бизнесте адам бастық болды. Негізгі жұмыспен айырмашылығы осы. Бизнес бұл жұмыс, сондықтан мысалы адамдардың көп қателесетін жері, олар ойлайды, қазір менде энергия көп, осы энергия менде өмір соңына дейін сақталады деп. Жоқ, бізде энергия барған сайын азаяды. Энергия барған сайын азаяды, біздің күшіміз азаяды, біз шаршай бастаймыз өмірден кейін. Мысалы, көрсеңдер болады, қалай мысалы жасы үлкен кісілер спортпен айналысып жүр ма сендердің айларында? Жоқ. Олар күн сайын кітап оқып жүр ма? Барлығы емес, аз бөлігі. Міне осылай, неге? Өйткені олар шаршады өмірден, оларда энергиялар кетті. Біз бір робот емеспіз, біз адамбыз, біз ағзамыз, біздің белгілі бір энергиямыз бар, нейроресурс, нейроэнергия деп айтамын мен бұны. Осы себепті бұл шексіз емес, және бізге қазірден бастап менің ойымша ойланған дұрыс, бізді 50-де 60-та болғанда не бағады? Не нәрсе бізді бағады? Ақша қайдан келеді? Так, комментарийларды оқып жүрмін. Пассивный доход жасаймын. Молодец. Все супер. Так, онда ақырында бастай берейік. Барлықтарына сәлем, менің есімім Қуаныш Айдар. Мен осы инвестиция курсын жүргізушімін. Бүгінгі сабаққа қош келдіңдер. Енді біздің жалпы ережелеріміз бар бүгінге байланысты. Бірінші ереже өтініш ол көңілді пайдалы уақыт өткізейік. Көңілді және пайдалы. Жақсылап уақыт өткізейік сіздермен. Екінші ережеміз өтініш, мен сізге пайда әкелгім келеді, сіз күткеннен де артық пайда әкелгім келеді. Содан кейін өтініш, егер бұл жай ғана бір лекция емес, бұл біздің арамыздағы бір диалог, әңгіме дүкен болу үшін өз ойларыңды жазсаңдар, мен бақытты боламын, мен қуанышты боламын. Осылай айтайық. Және соңғы өтініш, соңғы біздің ережеміз ол жай ғана тыңдап өтпей, өзіңізге шешім қабылдап іс-әрекет жасасаңыз, барлығы керемет болады. Себебі іс-әрекет бұл жалпы сәттіліктің бастаушысы, осылай айтсақ болады. Егер осы ережелермен келісетін болсаңыз, чатқа плюс деп қойып жіберіңіз да, біз негізгі эфиріміздің бөлігіне көшейік. Сәлем, Иманғали, қалайсың? «20 жастан бастай берсе бола ма?» Бола ма деген сөз жоқ. 20 жастан бастай беру керек. Мен сіздерге бір нәрсе айтайын, керек. Қазір айтамын бұл туралы. Енді жалпы осы сабақты соңына дейін қарағандарға бізде сыйлықтар бар. Бізде ең бірінші сыйлық бұл криптовалютаға байланысты, және тағы да қосымша бізде сыйлықтар бар. Сондықтан соңына дейін отырғандар міндетті түрде сыйлық алатын болады. Кеттік, мен өзім туралы айтып кетейін. Менің атым Қуаныш, мен Алматы қаласынан боламын. Мен инвестициямен айналысам өзім жеке. Негізгі мен табыс көзім бұл инвестиция емес, инвестиция табыс көзі ретінде қарастыру бұл өте үлкен кәдімгі ғылым. Егер табыс көзі ретінде қарастыратын болсақ, мына жақта тез ақша табу, мысалы маған бүгін Инстаграмда дайректке жазды бір жігіт, күніне $1000 табады, қалай табуға болады деп жазды. Мен айттым, мен білмеймін дедім, мен ондай нәрселерді айта алмаймын. Сондықтан тез табыс табу, 100 теңгеден миллион теңге жасау деген сияқты мен білмеймін оны қалай істейтіні. Ставка шығар, ондай ставка на спорт емес, бұл ставка емес, бұл стратегия. Мен асықпай, 100% гарантиямен зейнетақыға зейнетақыға өте бай жетудің жолын үйреткім келеді. Бұл жақта тез жол жоқ. Бұл
еңбек бұл күн сайынғы еңбек, бірақ бұл жақта бар болғаны егер өздерің тәрбиелі болатын болсаңдар болды. Күніне уақыт құртпау керек. Егер үйреніп алатын болсаңдар айына 15 минут болды. Осы сендерді бай ете алады. Келесі, әлемдік университеттердің экономикалық курстарын өттім, солардан білім алдым, сондықтан экономикамен мен жай ғана бір кітаптан оқи салған адам емеспін. Биржада негізі инвестиция, биржа деген хайп қашан басталды? Осы пандемия, коронавирус кезінен басталды. Мен оған дейін де осы нарықта болдым. Осы нарықпен жұмыс істедім. 2020 жылы барлығы үйде отырғанда, барлығы уақытын қызықты өткізіп жатқанда мен ақша таптым, осылай айтайық. Ештеңе істемей, просто телефонымда отырып. Себебі кризис, дағдарыс әрқашанда сатып алу, бай болу мүмкіндігі. Дағдарыстан қорықпау керек, дағдарысты қуана күту керек. Мен тағы да бір дағдарысты күтіп отырмын. Осы жылы немесе келесі жылдың басында болу керек. Сол кезде тағы да қызықты нәрселер болады. Содан кейін инвестициядағы қателіктер өте көп. Менің пайдалы жерім қандай сіздерге? Мен барлық қателерді жасадым. Бір рет жасадым, сондықтан мен сіздерге көрсете аламын. Мынаны жасауға болмайды. Ол қателіктерді маған ешкім көрсетпеді. Әсіресе мен Қазақстанда мен осындай білімді таппадым. Барлық курстар үйретеді тез ақшаны табуды, тез ақшаны жоғалтуды шын мәнінде. Сондықтан осы орайда мен сіздерге, мысалы, менің негізгі пайдам, мен көрсете аламын. Мына жаққа барудың қажеті жоқ. Мына өтірік. Мына жақта абай болыңыз, байқап жүріңіз. Мына жол дұрыс деген сияқты мен осындай нұсқаулықтарды көрсете аламын. Мен сіздерге уақыт және ақшаны үнемдеп бере аламын. Ары қарай біздің келесі слайдымызға көшейік. Жалпы бүгінгі таңдағы ең басты мәселелер, ең басты қиындықтар ол бізде ақшаны, мысалы, жинау қиын жұрттарға, негізі қарапайым азаматқа. Содан кейін теңге құнсыздана береді. Теңге өте қатты құнсызданып жатыр қалған валюталармен салыстырғанда. Бізде қазір жалпы инфляцияның үлкен ағымы жақындап келе жатыр. Содан кейін банктер жабылып жатыр. Бір үлкен кісі номер 001 бізде бір сөз айтады да, банк пуф деп жарылып кетеді. Ол бөлек әңгіме. Содан кейін мүмкін сендерде ой бар шығар, инвестиция бұл байлар үшін, бұл мынандай бір костюмда отыратын, бір темірден жасалған, біреудің кереметтей мутанттардың балаларына ғана арналған нәрсе деп ойлауы мүмкін сендер. Содан кейін мүмкін байқамай сендер ақшаларыңды болмайтын заттарға құртып қоясыңдар, немесе бос ақшаларын қайда салатынын білмейсіңдер. Мен сендерге сұрағым бар, осылардың қайсысы сендерге тән? Қайсымен емес, ешқайсымен болмаса 0 деп жазып қойыңдар, барлығы менде керемет дегенді білдіреді. Қандай мынау көрсетілген слайдтағы мәселелер өмірлеріңізде кездеседі? Трейдинг жайлы айтылады ма? Жоқ, трейдинг жайлы айтпаймын. Мен трейдингке адамды апармаймын. Трейдинг бұл ақша жоғалту. Трейдинг бұл ақша жоғалту. Мен кеңес бермеймін трейдингке баруға. Өтініш бармаңыздар. Жоқ, керек емес. Өтініш керек емес. Трейдингке жоламаған дұрыс. Қанша уақыт? Шаммен сол 45 1 сағат. Мен сіздің фанатыңызбын. Мен де сенің фанатымын. Рахмет саған жыл лебізіне. Мен негізі бүгін көп нәрсе айтқым келіп отыр, сондықтан әңгімем кішкене мынандай аралас болуы мүмкін. Так, окей. Супер, мына жақта 0-0 деп жатыр. Керемет, өте жақсы, керемет. 0 болса, өте жақсы. Енді, арғай сеймен қозғалайық. Так, менде осы мәселеге байланысты шешімім бар, и ол шешімнің аты әрине қандай? Ол Америка нарығына инвестициялау және әлем нарығына инвестиция жасау, әлемнің ең мықты компанияларына инвестиция жасау және әлемнің ең мықты компанияларымен бірге ақша табу. Господи, сетевой маркетинг сияқты естіліп қалды. Сетевой маркетинг емес, өтініш, мен сіздерден ақша сұрамаймын, ешқашан олай керек емес. Және неге мен осы жолды таңдадым өзім жеке? Мен жалпы
осы жайлы ойландым. Мысалы 10 жасымнан бастап, мен 10 жасымда есімде, мамам маған Байаки Кедейяки деген кітапты алып берді. Мен 10 жасымда оқыдым. Сол кезде мен түсіндім, ё-майо, бір адамдар бар екен, олар ұйықтайды, олар ұйықтағанда ақша тауып отырады. Мен сол кезде кәдімгідей шок болдым. Вау, мен бір күні міндеттімін осындай адам болуға. Мен өз уақытымда ақшаға ауыстырғым келмейді. Мен ақша менің қалтамда жатып, бір-бірімен махаббатпен айналысып, олар көбею керек. Мен өз-өзіме осындай ой қойдым, өз-өзіме мақсат қойдым, және сол 10 жасымнан бері мен әрқашанда қызықтым. Мамамнан тағы кітаптар сұрадым, ол маған тағы да Кийосакидің кітаптарын алып берді. Содан кейін YouTube ашылғаннан кейін YouTube'дағы видеоларды қарадым. Құдайға шүкір, мен ағылшын тілін ерте үйреніп алдым. Ағылшын тілінде YouTube'дағы неше түрлі лекция мен видеолардың барлығын қарап жүрдім. Әйгілі атақты көреген адамдардың. Және сол кезден бастап маған қызық болды. Және негізгі нәрсе бұл экономика әрқашанда өсіп жатыр. Біреулер ақша табады, әрқашанда ақша табатын адамдар бар. Және мен мысалы өз-өзіме мақсат қойдым. Мен қиналудың орнына мен сол адамдардың жандарына барайын да, просто тұрайын да олармен бірге. Олар да маған өз ақшасын беріп жатады. Негізі акция сатып алу, компанияның акциясын сатып алу, бұл осындай. Үлкен топ адамдар бар. Оларға біреу ақша шашыратып жатыр. Сендер сол үлкен топ адам жанына келесіңдер да, сендерге келіп жатқан ақшаны сендер де өз қалталарына салып тұрасыңдар. Бұл жалпы инвестициялау дегеніміз осы. Мықты компания бар, біз соның акциясын аламыз, мәз болып жатамыз. Болды. Басқа ешқандай стратегия жоқ. Жалпы инвестиция өте қарапайым нәрсе. Біреу күрделі десе, біреу ананы оқу керек, мынаны оқу керек, зерттеу керек. Жоқ, олай емес. Бұл өте қарапайым нәрсе. Егер біреу бір нәрсені күрделі деп айтатын болса, ол адам сіздерді алдап жатыр. Мен осы туралы сөз айта аламын. Барлығы кез келген. Және так, окей, ары қарай қозғалайық. Қазір. Және сол кезде мен былай ойладым. Қалай, неге адамдар 40-тан кейін, 50-ден кейін жұмыс істейді? Неге олар бұлай дұрыс шешім қабылдап, өздері тып-тыныш үйлерінде сүйікті істермен айналысып, немесе әлемде саяхаттап өмір сүрмейді? Және маған қатты әсер еткен кітаптардың бірі, бұл ағылшын тілінде ғана ол кітап бар. Қытайдан көшіп келген бір отбасыда өскен қыз, сол қыз кәдімгі қаржылай бұл бостандыққа жетті, Канадада білім алды, ол 30 жасында зейнетақыға шығып кетті. Ол 30 жасында жұмыс істемейді, күйеуі екеуі әлемде саяхаттайды, олар екеуі бірігіп белгілі бір ақша сомасын жинады, және екеуі мәз-мейрам болып өмір сүріп жүр, олар жұмыс істемейді ешқандай да. Сол кітапты оқығанда мен кәдімгідей аузым ашылып қалды. Мен түсіндім, міне, осылай өмір сүру керек. Мынау жұмыс, біреудің айтқанын тыңдау, біреуге көну, бастықтың көңіл күйін ойлану деген сияқты нәрсе. Ол уақытша болады, жас кезде ол нәрсе болады, барлығы одан өту керек міндетті түрде. Бірақ шексіз өмір сүруіне дейін осылай өсу, ол it's humiliating. Бұл ұят, осылай болды. Осы себепті міндетті түрде әр азамат инвестициялауды үйрену керек. Бұл 21 ғасырдағы міндетті дағдылардың бірі. Адам жаза алады, оқи алады, ағылшын тілін білу керек, және инвестицияны, қаржылық сауаттылықты да білу керек. Осы төрт нәрсені міндетті деп айта аламыз. Келесі. Әрине, акциялар нарығын ашқаннан кейін мен аузым ашылды. Міне әлемнің ең керемет, ең көреген адамдар осыны істеп жатыр екен. Және бұл туралы ешкім айтпайды. Неге? Өйткені әлемге жалпы биліктегі адамдарға керек емес ондай адамдар. Биліктегі адамдарға керек жұмыскерлер. Оларға керек 9-дан 5-ке дейін, 8-ден 12-ке дейін жұмыс істейтін адамдар. Неге? Өйткені инвестор ол ешқандай пайда келмейді. Ол өзі мәз-мейрам, қалтасына ақшасын салып мәз болып жүреді. Әлемге керек жұмыскерлер, жұмыс істейді. Ақша үшін деп жүгіретін адамдар керек. Оларға кішкене бір ақша тастай салсам болды, өз ұятын, абыройын жерге тастайтын адамдар керек. Міне осылай. Ал шын намысы бар адам, ол міндетті түрде инвестиция жолына түседі. Все, окей, жазып берем, телеграмға жазып берем, әрине. Енді сендерге сұрағым бар. Жалпы,
қазақша инвестиция қандай? Вот сендер жалпы инвестициямен қызығушы едіңдер, сендер ақшаны не үшін жинап жүрсіңдер, және сендердің ойларыңызша жалпы қазақтар ақшаны не үшін жинайды? Қазақша инвестиция қандай? Құндыз, сәлем, қалайсың? Вау, Ақнұр. Мен сендерге түсіндірпейін жалпы трейдинг туралы. Той инвестиция емес, той ол шығын. Той ол инвестиция деген бір нәрсе сатып алады, ол сендерге сосын ақша әкеледі. Жоқ, саяхат, үй, машина ол шығын. Инвестиция дегеніміз бір нәрсе сатып алады, ол содан кейін пайда әкеледі. Не нәрсені қазақтар сатып алады? Енді Баубек трейдер болсаңыз, құттықтаймын мен сізді, шын. Ақбота, сәттілік тілеймін, денсаулық деген өте маңызды нәрсе. Серғазы Нұржан, қазақтар акцияны сатып алады. Қандай қазақтар акцияны сатып алады? Қайдан көрдіңіз? Мен әлі, мен бірде-бір тірі адам, мен өзімнің ортамдағы жалғыз адамыз осы инвестициямен айналысады. Хотя мен ортамда ақшасы бар адамдар бар. Мен жалғыз адаммын осындай, шын айтайын. Мен барлығын айттым, не жүрсіңдер чмошник болып, деп. Айналыссаңдаршы, реальный тема, деп. Дұрыс, Нұрғиса дұрыс жазды, недвижимость немесе мал. Бірақ қалада тұратындарда өкінішке орай мал сатып алуға мүмкіндік жоқ. Сондықтан недвижимость, дұрыс. Жұрттар ойлайды, ақша пайда болды, мысалы, бір кісіде қарапайым орташа қазақта ақша пайда болды, ол не ойлайды? Квартира сатып аламын, ол маған өзінің арендасын мен арендаға беріп қоям, ол маған ақша береді, мен сол квартираны аламын да балаларыма бере саламын. Зато балаларым аштан өлмейді, оларда квартиралары бар, ойбаю. Немесе общагадан бір бөлме алады егер ақшалары аз болса. Бірақ сендерге сұрағым бар, мысалы, квартираның жылына әкелетін табысы қанша деп ойлайсыңдар? Мысалы, квартира Алматыда, мысалы, мен тұратын квартира қанша тұрады? Мысалы, мына квартира тұрады бізде где-то 12-13 миллион дейік, 13 миллион, оны жалға береді 100 мың теңгеге. 13 миллион жалға береді 100 мың теңгеге. Сонда пайыздық мөлшерде жылына қанша пайда табады? Рахмет, не? Қараңдар, егер айына 100 мың теңге болса, жылына 1,2 миллион. 1,2 миллион теңге. Қараңдар, енді. Сонда бұл квартира, егер 12 миллион тұрса, өтеліп шығады 10 жылда. 10 жылда өтеліп шығады. Сонда жылына адам 10% тауып жатыр. Ол 13 миллионға сатып алды, жылына ол 12 миллионға жайды. 12 миллионға сатып алды, жылына ол 1,2 миллионға пайда көріп жатыр. Сонда ол жалпы 10% пайда көріп жатыр. Міне осы. Енді сендерге сұрағым бар. Пәтерге шығындар бар ғой. Ремонт бар. Біреу квартирада бір нәрсені сындырып жібереді. Содан кейін риэлторге төлетін комиссия бар. Квартираны сатып алғанда 300 мың теңге риэлторға. Квартираны сатқанда 300 мың теңге риэлторға. Плюс ремонт, қараңдар, ремонт жасау керек 2 жылда бір рет 1 миллион теңге. 2 жылда бір рет, 3 жылда бір рет 1 миллион теңге. Сонда санаңдар. Сонда 3 жылдың бір жылының арендасы толығымен ремонтқа кетеді. Сонда 10 жыл алатын болсақ, 3 цикл 3 жыл минус. Сонда тағы да 3 жыл қосасыңдар, 10 жыл емес, квартираны өтеп алу үшін бізге 13 жыл керек болады. Сондықтан бұл инвестиция шын мәнінде бас ауырту. Квартира бұл бизнес. Қараңдар, өтініш, бизнес пен инвестицияны шатастырмайық. Бизнес дегеніміз не? Адам өзі бастық болып жұмыс істейді. Инвестиция, адам ештеңе істемейді, ақша өзімен өзі келеді. Квартираны жалға беру бұл бизнес. Себебі арендаға отыратын адамдарды іздеу керек, ремонт істеу керек, квартираны бас ауыртатын нәрселері бар. Подъезде ремонт жасайды, дворда ремонт жасайды, оның барлығы ақша. Тағы да бір газ, электр бір нәрсені өткізеді, оның барлығы ақша. Сондықтан квартира, мен ойымша, ол бизнес. Енді келесі, мен ойымша, квартира алғаннан гөрі
ең жеңілі бұл депозит. Депозит бізде Қазақстанда 9%, теңгемен бізде 9% болып табылады. Неге депозит маған ұнайды? Пәтермен салыстырғанда. Себебі депозитта біз бас ауыртпаймыз. Біз ешқайда бармаймыз. Ешкімді іздемейміз. Ремонт жасаумен басымыз ауырмайды. Біз бар болғанда жылына бір рет келеміз да, бізде ақшамыз түседі, біз сол ақшамызды аламыз, немесе депозитке қалдырып қоямыз, немесе өз қалтамызға алып, өзіміз бір қыдырамыз, ананы істейміз, мынаны істейміз деген. Бірақ статистика бойынша депозитпен доллармен ақша сақтаудың айырмашылығы жоқ. Мысалы 2010 мен 2020 жылдарды алатын болсақ, депозитпен ақшаны доллармен сақтау екеуі бірдей. Бірақ неге доллармен сақтау мықтырақ депозиттан? Түсіндірпейін. Себебі депозит банкта болғандықтан мен жаңа айттым, банктер жабылып жатыр. 001 бізде банктарды былай пуф деп құдай сияқты жауып жатыр. Ал долларларды ешкім сендерден тартып алмайды. Сондықтан салыстырғанда сонда доллармен жай ғана ақшаны жинау, ол пәтер алудан артығырақ, пәтер алудан мықтырақ. Ал енді мен сендерге айтсам, егер сендер доллармен пайда көрсеңдер, ол вообще миды жарады ғой түгелмен. Сонда депозит теңгемен 9%, доллармен депозит екеуі бірдей. А егер доллармен сендер тағы да 10% табатын болсаңдар, теңгемен сендер 20% тауып жатсыңдар. Түсінікті ма? Сонда егер сендер Америка нарығына салатын болсаңдар, теңгемен сендер жылына 20% жасап жатасыңдар. 20%. Ондай квартира да сендерге бермейді, сендерге пәтер де сендерге бермейді. Қалай олай істеуге болады? Қазір мен сендерге айтамын. Қараңдар, міне пәтер минустар, негізгі минустар. Пәтер бізде қымбат, жөндеу керек, адам факторы бар, неше түрлі аренда алушылар бар. Құдай сақтасын, мынандай арендаға алатындар бар. Бір ақылды арендаға алады, хозяинге айтпайды да, өзі посуточный немесе сағат бойынша арендаға береді. Сол кезде ол әрине ондай субаренда деп айтады, и субарендаға алатын кісілер, олар толығымен квартираны аямайды, олар квартираның быт-шытын шартысы, жиһазын быт-шытын шартысы. Еще айтуға ұмытып кеттім ғой, ана пәтерге жиһаз алу керек и техника алып тұру керек. Сондықтан пәтер бұл бітпейтін шығын. Пәтер бұл машина сияқты, құдай сақтасын, машина алмаңдар, өтініш, ешқашанда. Егер балаларың болмаса, машина керек емес. Неге қазақтар жалпы адамдар әлемде инвестициямен айналыса алмайды? Өйткені олар ақшаларын болмайтын заттарға құртады. iPhone, ең соңғысы міндетті түрде. Пәтер сатып алу, ол да зиян, арендаға алған артығырақ. Машина не үшін керек, әлі мен басыма кірмейді. Егер осының барлығын алғанда, осының барлығын сендер Американ компанияларына апарғанда, Американ компаниялар сендерге ақша әкеп тұрады. Сол Америка компанияларына келіп тұрған ақшаға сендер арендаға квартира аласыңдар. Сендер таксиларыңды да өтеп аласыңдар. И плюс қарапайым Xiaomi немесе Samsung'тың кредитін жаба аласыңдар. Жай ғана Америкадан келіп жатқан ақшаға. И плюс сендердің ақшаларың долларда сақталып тұр. И плюс сендердің өздерінің акцияларының бағасы да өседі. И акциялар сендерге тағы да қосымша ақша да әкеледі. Түсінікті ма? Міне осы себепті, мысалы мен осының барлығын түсінгенде мен миым жарылды. Мен таңғалдым, неге адамдар осымен айналысады. И плюс риэлторға төлеу керек, плюс пәтер бағасы түсіп жатыр. Мен өзім риэлтор болып жұмыс істедім, 1 жыл Астанада жұмыс істедім. Мен Астана нарығын керемет білемін. Мен пәтер сатумен айналыстым. Үй сатпадым, мен пәтер сатумен ғана айналыстым. Және мен түсіндім сол кезде, пәтер сатып алу бұл өмірдегі ең үлкен қателіктердің бірі, жалпы адам жасайтын, әсіресе Қазақстанда. Неге? Өйткені жылдан жылға пәтер бағалары түсіп жатыр. Сендер айтасыңдар, жоқ ағай, өсіп жатыр. Түсіп жатыр. Бізде крышадағы бағалар бар. Вот крыша кезетке кіресіңдер, баға бар. Ол просто хозяинның ойлап тапқан бағасы. Және бізде реальный, шынайы сатылым бағасы бар. И ол крышадағы бағадан бөлек. И сендер біреуден сұрасаңдар, қаншаға пәтеріңді саттың? Ол адам шынайы бағаны айтпайды ешқашан. Ол адам, ой, ұят болмасын, қазір менің тупой екенім көрінбесін деп, кішкене жоғары бағаны айтады. И осы себепті қарапайым халық арасында пәтерлердің бағасы өсіп жатыр деген миф пайда болды. Ал шынайы ситуацияны риэлторлар ғана біледі. Егер сендер осы жылжымайтын мүлікпен, пәтермен айналысқыларың келсе, 1 жыл риэлтор болыңдар, нарықтың ішін қарап алыңдар, кәдімгі ішінен, кухнясында не болып жатқан. Содан кейін ғана айналыссаңдар болды. Мен құдайға шүкір, мен әлі кәдімгі
алғысымын риэлтор болып жұмыс істегеніме. Кімде жұмыс жоқ, риэлтор болып жұмыс істеген керемет. Ақша таппасаңдар да өмір соңына дейін жететін тәжірибе тауып аласың. Мен документтердің, үйге байланысты документтердің барлығын білемін. Мысалы бір жылда үйреніп алдым. Мен сонда анау қалай архитектурный бюродан барлығынан қалай өтудің барлығын үйреніп алдым. Плюс мен барлық жерден керекті адамдармен де танысып алдым. Плюс мен әйтеуір дегенде жалпы Қазақстандағы пәтер нарығын ішінен экономикасы жағынан зерттеп алдым. Міне осы себепті мен нақты сендерге ақпарат бере аламын. Ары қарай барайық. Енді акцияға жасайтын инвесторлардың артықшылығы. Так, мен кішкене тынышталып алайын. Ашулана бастадым. Өйткені мен біреу маған пәтер десе, мен қаным қайнайды. Мен адамды айтқым келеді, оян. Окей. Акция инвесторы уақыты бос, басы ауырмайды, ештеңе. Телефоннан аласың да сатып жүресің. Кстати, пәтер сату ол уақыт, ол еңбек, ол уақыт алады. Ал акцияны сату, телефонды алдың, саттың, карточканы номерін жаздың, ақша карточкаңа түсті, барасында құртасың. Все. Кез келген мезетте акциялардың барлығын сатып жүруге болады. 1 секунд оның болатын жол. Ақшаны шығарып алу 3 күн. Орташа алғанда 3 жұмыс күні ақшаны шығарып алу. Міне, негізгі уақыт алатын нәрсе сол. Плюс жұрттың баласы боласың. Реально, қандай сендердің таныстарың бар? Мен Microsoft компаниясын иеленемін. Менде портфелімде Apple бар. Міне осылай. Достар арасында авторитет плюс әрине бұл жылдан жылға нарық өсіп жатыр, акция нарығы, жылдан жылға дивидендтер өсіп жатыр, жылдан жылға компаниялардың акция бағасы өсіп жатыр. Бұл жылдан кім ерте келді, сол ең көп ақша табады. Болды. Негізгісі осы. Және бұны негізі өзім сабақтарымда түсіндіремін, неге акцияның бағасы өседі, қандай акциялар таңдау керек деген сияқты. Бұған уақыт тоқтамай қойық, бұл кәдімгідей өте ұзақ әңгіме. Окей, ары қарай барайық. Енді так, мынаған әлі жетпедік. Так, мынаған да әлі жетпедік. Так, бізде что-то араласып кетті слайдтар. Так, окей. Ешкім айтпайтын так, слайдтарым араласып кетті. Кешірім сұраймын сендер. Мен сендерге уәде бердім. Мынау өте маңызды нәрсе. Мұқият назар аударайық. Мынандай, егер үй алғыларың келіп жатса, кәдімгідей, егер іштерін қышып жатса, астыларынан су шығып, онда REIT деген нәрсе бар. Ол Real Estate Investment Trust деп аталады. Ол дегеніміз не? Ол жылжымайтын, Real Estate деген жылжымайтын мүлік, Investment Trust инвестициялық фонд. Осылай айтайық. Американы алсаңдар болады. Бұл Американ тікелей нарығына инвестиция, Американ нарығындағы инвестиция. REIT-тан неше түрлі болады? Мен мысалы бір REIT-ті білем. Олар анаша өсіруге складтарды арендаға береді. Сондай да REIT-тар бар. Содан кейін REIT-тар бар. Бізде мысалы қандай бар? Отельдер бар. Отельдерді арендаға беретіндер бар. Больницаларды арендаға беретіндер бар. Офистық помещенияларды арендаға беретіндер бар. Мега сауда ойын орталықтарын Америкада, Канадада арендаға беретін рейттар бар. Мен мына жақта негізгі рейттарды жаздым. Мына CXW, егер сендер брокерлардың бар болса, CXW деп жазсаңдар, осы Korea Civic деген керемет бізде рейт пайда болады. Мыналардың барлығының бағасы 5000 теңгеден төмен, сондықтан әр адам міндетті түрде ала алады, және шын мәнінде бұл адам Америкадағы жылжымайтын мүліктің иесі болып атанады. Міне осылай. Мыналардың CXW, Korea Civic бізде больницалармен айналысады. Больницалармен және FIV бұл негізгі неше түрлі олардың жылжымайтын мүлік, қарапайым адамдар тұратында, арендаға беретінде, и плюс коммерциялық офистарға арналған жылжымайтын мүліктер бар. DHC бұл жақта бізде больницалар бар. Бұл жақта бізде сонда оған қоса қарттар үйі бар. Қарттар үйі өте үлкен тренд. Мен сендерге бір нәрсе айтайын. Себебі батыста, Америкада, Еуропада жас үлкен, ең бай адамдар, жас үлкен адамдар. И плюс жас үлкен адамдар көбейіп жатыр. Оларда ақша бар. Олар бір жақта өз зейнетақысын өткізгісі келеді. Осы себепті олар қарттар үйіне барады. Сондықтан қарттар үйі тренд, болашақ тренд. Сондықтан бұл трендті негізі ұстап алу керек. И осы DHS компаниясы осымен айналысады. И Ryokan мен сүйіктім. Бұл бізде Канададағы ең үлкен рейт және дивидендтерді тема. 7% меніңше Ryokan'да қатысып, 7% жылына сендерге әкеледі.
канадалық доллармен 7% жылына келеді. Енді бұл теңгемен салыстырсақ, менің ойымша шамамен 16-17% теңгемен жылына табыс. Қазақстанда ондай еш нәрсе табыс бере алмайды. Бір мысал айтайын, 20%, егер сендерге біреу үлкен табыс айтып жатса, ол пирамида, ол лохотрон, ол жақта сендерді міндетті түрде алдап кетеді. И Риокан бізде айналысады. Ода бар торговый центрлер бар, арендаға помещениялар бар, и негізгісі торговый центрлер болады. И плюс олардың арендаға алатын компаниялар, ең үлкен компаниялар. Nike, Louis Vuitton, содан кейін қалай еді анау Benetton, Bershka деген сияқты ең үлкен компаниялар осы Риоканнан арендаға сауда ойын орталығында помещениялар алады. Осы жағынан неге ол плюс? Себебі олар ұзақ уақыт бойы сол жақта ақша төлеп тұр. Сондықтан осы компанияның негізгі болашағы зор. Дивидендтен ақша түседі. Иә, дұрыс айтасыңдар. Қанша ақша табуға болады айына? Негізі бұл өте қате сұрақ. Мен айттым, пайыздық мөлшерде алғанда 15-20%. Жылына 15-20%. Бұл осы мен айтылған. Өзіңіз ары қарай санап алыңыз. Егер сізде 10 миллион болса, онда 10 миллион болса, 20% 2 миллион жылына, 2 миллионды 12 айға бөлсеңіз, так, 200, шамамен 170 мың теңге айына шықты. 170 мың теңге айына шықты. Міне осылай. Вебинар сақталамын. Жоқ, вебинар сақталмайды. Кешіріңіз. Келесі айтқым келетін нәрсе, бұл бізде экономикалық циклдар. Экономикалық циклдар бұлар бізде ең маңызды нәрсе. Себебі ақша бұл энергия сияқты, ол бір жерде тұрмайды, ол бір жерден екінші жерге көшіп жатады. Ақша бізде жоқ болып кетпейді, және ақша бізде жылдан жылға басылып шығарылып жатыр. Сондықтан егер сендер экономикалық циклдарды өте жақсы оқып алатын болсаңдар, сендер әрқашанда ақшаның артынан жүресіңдер. Экономикалық циклдар қандай? Мысалы түсіндіріп берейін сендерге. Мысалы, қазір Ресейде жылжымайтын мүлік нарығының өсуі. Кім алдыңғы жылы жылжымайтын нарыққа кірді, қазір олардың жылжымайтын нарықтары өсті. Қазір криптовалюта түсіп жатыр. Осылай айтсақ болады. Қазір жалпы Американың мынандай технологиялық компаниялар бір орында тұрып қалады. Негізгі даму барады бізде альтернативті энергетика, электромобиль, жасанды интеллект, роботтар, сол жақ бізде өседі міндетті түрде. И плюс алтын және қара алтын, мұнайда мен ойымша бізде алдағы уақытта өседі. Және осы циклдарды егер сендер білетін болсаңдар, сендер бар болған бір жерден шығып, екінші жерге кіріп, ол жақтан ақша тауып, келесі циклға барып, солай істейтін болсаңдар, сендерде ақша жай ғана өзімен өзі өсе береді. Сондықтан бұны зерттеу керек, бұны оқу керек міндетті түрде. 10 миллион сразу қайда. Мен жалпы мысал ретінде түсіндіргім келді, жеңіл санау үшін. Осылай айтайық. Так, қайталайды. Бұл тез ақша табу жолы емес. Өтініш. Тез ақша табу, көп ақша табу дегендер шыға берсеңдер болады. Мен ондай жолдың артынан барғым келмейді. Мен максимально қауіпсіз, тыныш, спокойно ұйықтайтын жолмен барғым келеді. Маған бәрібір, егер бір жақта, ой, біз саған миллиард есе пайда келеміз. Жоқ, мен ондай жерге бармаймын ешқашанда. Егер маған біреу айтса, міне мынандай табыс, стабильно, гарантия. Мен сол жаққа барамын да, өз ақшамды сол жаққа. Мен үшін ең маңыздысы ақша емес. Мен үшін ең маңыздысы тыныш, ұйқы, және менің еңбегім міндетті түрде жоғалмады. Бұл ставка емес. Бұл ставка тез ақша табу емес. Окей, жарайды. Я міндетті түрде айтам қазір. Сонымен, мен ойымша маңызды нәрселердің бірі бұл бізде зейнетаққа ерте шығу болып табылады. Плюс зейнетаққа ерте шықсаңдар сендер жұмыс істемейсіңдер, және бір жерден сендерге ақша келіп жататын болады. Егер осыны үйреніп алатын болсаңдар, сендердің достарың қазір вечеринка, iPhone, кредитқа машина алып жатыр. Ертең олардың барлығы, мен сөз берейін, уәде берейін, ертең олардың барлығы бай ұстанып 40-50 жасында жұмыс істейді, қара жұмыс істейді. Бұл гарантия.
кім қазірден бастап өзінің болашағы туралы ойланады, ол адам міндетті түрде болашақта жұмыс істемейді және өз өмірімен рахат. Кім қазір кредитке машина алып жатыр, қаржылық сауаттылықты меңгермейді және өз болашағын ойламайды, олар өлгенше жұмыс істейді, немесе арақ ішіп өліп қалады. Осы екен. Мен негізі сендерге қандай уәде бере аламын. Ол қандай өте? Барлығы өмірлерін толықтай өзгере алады, міндетті түрде. Және өз өмірлеріңді қолға алып, қаржылық сауаттылықпен таныса аласыздар. Қараңдар, біздің жалпы тарифтер, бізде инвестиция деген курсымыз бар, бір-ақ рет өтеді, плюс бізде содан кейін ай сайын сабақтар болады. Бізде 3 тариф бар, бұл кәдімгі инвестор, бұл жай ғана онлайн сабақтарға қатысу. Бұның бағасы бізде 19.990 теңге. Бізде инвестор плюс бар, бұл онлайн сабақтарға қатысу, сұрақтар қою, барлық сұрақтарына жауап беремін. Және ай сайын болатын кездесулерге қатысу. Мен сендерді тастап кетпеймін, мен өмірдің соңына дейін инвестициямен айналсам, бір рет жазылғаннан кейін, өмірдің соңынан кейін менің ақыл кеңестерімді тыңдай аласыздар. Мен бұл жақта өмір соңына дейін мен күн сайын шетелдік мақалаларды оқимын, шетелдік аналитиктардың шешімдерімен танысамын. Сондықтан бір рет кіріп, осыған өмірдің соңына дейін менімен бірге боласың. Мен сендерден одан кейін ешқашан ақша сұрамаймын. плюс инвестор плюс про бізде бар. Ол жақта бізде бар болғаны қосымшасы 2 жеке консультация бар. Оның бағасы 35.990. Міне бізде осылай. Курста бізде не болады? Жаңа сұрақ қойды. Қалай істеуге болады? S&P 500 ETF сатып аламыз. Болды. S&P 500 ETF теңгемен жылына орталығында 20% келеді. Болды. Негізгі S&P 500 дегеніміз не? Инстаграмда тұр. Бұл Американың ең мықты 500 компаниясына инвестиция жасау. Болды. Сендердің бастарын ауырмайды. Компания таңдаумен, не істейін, бүйтейін, сөйтейін. S&P 500 бұл ең мықты Американың 500 компаниясы. Болды. Осыны сатып алсаңдар, болды. Өмірлердің соңына дейін барлық сендерде керемет болады. Плюс брокерге тіркелу, салық, бұл өте маңызды нәрсе. Салық, мен мысалы интернетпен таныс қазақ инвесторлар салық төлемейді, өкінішке орай мен өзім жеке салық төлеймін, мен білем қалай салық төлеуге болады. Мен жеке өзім салық консультантым бар және салық төлеумен таныстырамын. Өйткені Қазақстанда бұл тема қатал болып жатыр және салық төлемейтіндерді аямайды біздің мемлекет. Сондықтан инвестицияға кіріп бара жатқандардың ең үлкен қатесі бұл салық төлемеу және білмеу, жалпы салықпен қалай жұмыс істеу. Мен осы теманы білем. Мен жалпы юристтермен де салық консультанттармен де жеке араласам. Плюс осыны мен мысалы өзім салық консультантыма беріп қоямын, ол өзі бәрін істеп шығады да мен сонда салық төлеймін. Өтініш салықты міндетті түрде төлеңіз, міндетті түрде қашпаңыз салықтан. Инвестициялық стратегиялар, криптовалюта туралы айтам. Криптовалютаға кірмейміз, егер білмесеңдер кірмеңдер. Өтініш бұл өте қауіпті нәрсе, балалар үшін емес. Қашан және қанша ақша салған дұрыс? Ең тиімді инвестициялау стратегиясы, ең қажетті дұрыс қаржылай құралдар, өсім және дивидендті стратегиялардың айырмашылығы, плюс үшінші индексті стратегия бар, оны да түсіндіріп беремін. Биткойннан да озатын криптовалюталар және олардың сипаттамасы. Осы туралы айтам. Гарантиялар бар ма? Гарантия бар. Мен қандай гарантия бере аламын? Сіздер финанстық компанияларда жұмыс істейтін адамдардан көп ақша жасай аласыз және олардан көбірек нәрсе білетін боласыз. Мен ол гарантия беремін. Егер курсты басынан соңына дейін мұқият қарап шықсаң. Кез келген инвестициялық компанияларға кіресіңдер, любой консультанттың аузын жаптыра аласыңдар. Бұл білім өмірдің соңына дейін, мұқият соңына дейін бір-ақ рет үйреніп аласыздар. Өмірдің соңы, ертең үйлердің кішкентайларына үйретесіңдер, ертең балаларына үйретесіңдер бұны. Бұл ойыншық емес, бұл шынайы өмірдің соңына дейін болатын нәрсе. Бұл бір носки емес, ертең жыртылып қалатын. Содан кейін балаларға үйрете аласыңдар. Инвестиция бұл өмірдің бөлігі. Бұл жақтан біз ешқалай қайта алмаймыз, қаша алмаймыз, себебі біз капитализмде өмір сүреміз. Бізде уақыт кішкене азайып бара жатыр, сондықтан. Рисктар бар, бұл туралы айтам. Курс өзін қандай уақытта ақтайды. Бірінші жылы ақтап шығады. Бағасы қарапайым, 2-3 рет достармен қыдыру. Мен ойымша 2-3 рет достармен қыдырғанша бір болғаны өз болашағына бір рет ақша төлесеңдер, өмір соңына дейін менімен бірге боласыңдар. Егер өздерің істейтін болсаңдар, сендерге өздерің жаңалық оқып, аналитикаларды оқып, соның барлығын баспен көру. Мына жақта мен бармын, мен осының бәрін өз басымнан өткізіп шығамын. Ең сонда сендерге айтам, бір сөйлеп, мынаны істеу керек, мынаны істеу керек емес. Нүкте. Болды. Мен
бар болғаны бір фильтрмін сендер үшін. Бүкіл әлемнен ақпаратты жинап аламын, соны бір сөйлеммен сендерге жеткізіп беремін. Ең соңында. Негізгісі осы. Плюс мен бірінші жылы 1 миллион теңге таппадым. Мен 1 миллион теңге көбірек табуыма болар еді. Және осы менің ең үлкен қателігім бар, и осы қателікті сендерге түсіндіріп беремін. Плюс мен басында комиссияларға қырғын демей қояйын, 20 мың теңге жоғалттым. Мен бұны көргенде мен бір-екі шашым ағарып кетті. Осы туралы да түсіндіріп беремін. Себебі комиссия және салық бұл барлығы жасайтын қателіктер. Осы қателіктерден мен сізді алшақтандыра аламын. Ойлаңдар, бұл там 2 айдағы өтелетін нәрсе болып табылады. И плюс бір-ақ рет болашағыңызға мынандай біліміңізге инвестиция жасап, өмір соңына дейін қолданасыз. Бұл ертең шынымен айтамын, бұл сіздерге көмек әкеледі, балаларыңызға көмек әкеледі, немерелеріңізге көмек әкеледі. Солай кете береді. Енді қараңыздар, енді тек қана осы былай айтайық, жексенбіге дейін дейік, жексенбі күні сағат 22:00-ге дейін сендерге онлайн қатысқандарға жеңілдік бізде бар. Ол қандай жеңілдік? Ол бізде инвестор тарифы бізде 9990 теңге, инвестор плюс бізде 11990 теңге, и инвестор плюс про бізде 19990 теңге. Міне бұл жексенбіге дейін берілетін бізде скидкалар. Орындар саны шектеулі, 99 орын, себебі маған әр адамның сұрағына жауап беру керек. Плюс инвестор плюс проға бізде 3 орын ғана бар. Мен 3 адамнан артық қабылдамаймын. Инвестор плюс бұл жақта бізде 99 орын бар. Соқтан жексенбіге дейін жазылып үлгере аласыз. Курс онлайн болады. Мен кәдімгідей осылай сабаққа шығамын. Бізде көбірек уақыт болады. Мына жақта кішкене уақыт бізде шектеулі. Әрбір сұрақтарына жауап беремін, әрбір нюанстардың барлығына жауап беремін. Және неше түрлі стратегияларды барлығын түсіндіріп беремін сіздерге. Курсқа жазылу үшін міне мынаны скриншоттап алсаңдар болады. Немесе бар болғаны WhatsApp-қа жазыңыз, толық сіздерге ақпаратты жібереді. Міне WhatsApp-қа жазсаңыз болады. Негізі осы трансляциядан шығып кеткеннен кейін, немесе трансляция жабылғаннан кейін сізге сілтеме тұрады, сол сілтемеге бассаңыз WhatsApp-қа өтесіз да тікелей хабарласа аласыз. Әрине с нуля, ең басынан бастап. Инвестициялау бұл өте қарапайым нәрсе. Кез келген 14 жастағы бала, мен ойымша 10 жастағы балаға да түсіндірсе болады. Бұны мектепте түсіндіруге болады. Қараңдар, балалар, міне мынау былай. Мына заң мынандай бізде заңдар бар. Мынаған әсер етеді, мынаған әсер етеді. Болды, бұл жақта бұл ғылым емес. Бұл өте қарапайым нәрсе. Бұны қиындатудың қажеті жоқ. Плюс бізде жабық телеграм-чат болады, плюс алғашқы 40 адамға бізде инвестиция кітаптары беріледі. Ең керекті, ең мықты инвестиция жағынан кітаптары бар. Алғашқы жазылған 40 адамға осындай бізде пысықтарға сыйлық. Плюс курс 3 күннен кейін басталады. Осы жексенбіге дейін жазылу бізде жүріп жатыр. И содан кейін әр күн сайын жазылу үшін 5000 теңге курс бағасы бізде артып тұрады. Енді қандай мен сендерге гарантия бере аламын? Түсінесіздер, инвестицияны түсінесіздер. Мен осыған реально уәде беремін. Егер түсінбесеңдер, ақшаларын қайтарып беремін. Мен шын айтамын, ақшаларын қайтарып беремін. Бұда тұрған нәрсе жоқ. Мен өз-өзіме сенімдімін, мен өз-өзіме жауаптымын. Адам, егер сендерде даун болмасаңдар, даун болмасаңдар, сендер түсінесіңдер. Егер сабақтың бәріне қатысып, мұқият қарайтын болсаңыздар, конспект жазатын болсаңыздар, гарантия түсінесіңдер. Гарантия. Ол гарантия. И плюс бізде сыйлықтар, мына сыйлықтарды сізге көмекшім жіберетін болады. Криптовалюта өтініш. Телеграм-ботқа, мына сыйлықты алу үшін Телеграм-ботқа орысша кириллицамен Каспий немесе латиницамен Каспий деп жазыңыз да, сізге осы сыйлық келетін болады. Осындай құпия сөз, бізде Каспий деп жазсаңыз, сізге осы биткоин туралы келеді. Өтініш, бір нәрсе айта кетейін. Биткоинді өтініш 5000 теңгеден артық алмаңыз. Жерема керек емес. Биткоин бұл балаларға ойыншық емес, біріншіден. Биткоинмен ойнау керек емес. Өтінішіне бүкіл ақшаны салу керек емес. Мен сізден жалынам. Бұл керек емес. Бұл ойыншық емес. Бұл өте көп ақша әкелетін нәрсе, бірақ бұл үлкен кісілер үшін арналған нәрсе. Бұл кішкентай балалар үшін емес. Окей. Скрин етіп үлгермедім. Кешірім сұраймын. Все. Енді
неше ақша саламыз? Әр адам өзі таңдайды, әр адам өзі біледі, өздерін таңдайсыздар. Кемінде егер сумманы айтатын болсақ, былай $300. Кемінде $300. Ең кем сумма осылай $300. $300-дан ыңғайлы. И плюс бір қулықты айтамын сендерге, қалай комиссияны азайтуға. Бөліп төлеу бар ма? WhatsApp-қа жазыңыз, көрейік. Бөліп төлеу дегендер WhatsApp-қа жазыңыз, көрейік. Жауап бере аламыз. Так, мен кішкене табыс жылына табамызда оқпадым. Егер мен айтқаным жасасаңыз, сәтті пенсияға шығасыз. Мен осыны айтамын. Нарық, мен айтпаймын, жыл сайын барлығы керемет болады. Жоқ, мен айта алатыным, инвестиция бұл тез ақша табу емес. Бұл 15 жыл, 20 жылдан кейін сәтті пенсияға шығу. Пенсияға миллионер шығудың жолы. Миллионер, түсінесің бе? Сендер пенсияға шығасыңдар да, ай сайын сендерге $1,000,000 түсіп жатады. Вот мен осыны гарантия алай аламын. 20 жыл айналысасыңдар. Содан кейін сендер пенсияға шыққанда $1,000,000 просто счеттарына ай сайын демей қойық. Там орташа алғанда айына $1,000,000 болады, просто түсіп тұрады счеттарына, доллармен. Осыны мен сендерге гарантиямын. Бұл тез ақша табу емес, қайта. Бұл еңбек. Тез ақша табу керек болса, интернетте неше түрлі курстар бар, барыңдар соларға. Ол жақта бәрі ақша жоғалтады. Мен ол жақта білмеймін ақша тапқандан, мен біреуін танымаймын. Бәрі кім? Трейдинг, форекс деген нәрселермен айналысса, барлығы ақшаларын жоғалтты. Ол гарантия ақша жоғалтуға. Мына жақта мен гарантия беремін сәтті пенсияға. Болды. Аз ақшамен сәтті шығуға бола ма? Я, әрине, бұл үй салған сияқты. Бір кірпіш. Мәскеу бір күнде салынбады. Үлкен капитал бір күнде жасалынбайды. Негізгі нәрсе ол уақыт. Кім ерте бастады? Шамамен 15-25 жыл кетеді. 20 жыл деп алайық. Ерте бастасаңдар, ерте шығасыңдар. Міне айтатын осы. Тек қана осы. Бұл жақ инвестицияда маңыздысы ақша емес. Инвестицияда маңыздысы уақыт. Кім көбірек нарықта уақыт өткізді, сода ең көп ақша. Міне осылай. Ең жастар, кім ерте бастады, сол ерте результатқа жетеді. Бар болған осы. Расписаниясы. Сабақтар кешкі уақытта өтеді. Қайталау сабақтар міндетті түрде болады. Сабақтар болмаса ше. Болмаса табыңыз. Не деймін? Нұржан. Әлде Серғазы, мен білмеймін сіздің атыңызды, кешірім сұраймын, қателесем. Расписаниясын мен айтам, кешкі уақытта, өте ыңғайлы уақытта. Қатыса алмасаңыз, қайталау сабағы міндетті түрде болады. Құмарлық тудырмай. Жоқ, бұл бір салатын емес. Бұл ай сайын, жыл сайын жұмыс істейтін нәрсе. Ай сайын, жыл сайын салып тұру керек. Мысалы, сендер бір жалақы табасыңдар, мысалы, 300,000 теңге, 50,000 теңге инвестицияға ай сайын салып тұрасыз. Міне осылай капитал өседі. Осылай бізде капитал өседі. Ешкім бір күнде байымады. Барлық адамдар ай сайын, жыл сайын ақша салып тұрып, байып кетті. Барлығы осылай істейді. Өз күшімен байып кеткенде. Ағылшын тілін білу маңызды емес. Мен өзім барлығын сендерге қазақ тілімен, қарапайым тілмен түсіндіріп беремін. Әйгерім 1609 дұрыс айтасыз. Болашаққа осы бастан кірпіш қалап дейсіз ғой, пассивный доход по типа пассивный доход дұрыс айтасыз. Қанша ай өтеді? Бір ай өтеді, плюс, егер сіз инвестор плюс алатын болсаңыз, бізде ай сайын кездесулер бар. Айттым, бір-ақ рет кіресіз, болды. Өмір соңына дейін менімен біргесіз. Мен өмір соңына дейін осы нәрсемен айналысамын. Мен өмір соңына дейін осы теманы қопарамын. Өмір соңына дейін сіздермен жаңалықтардың барлығымен бөлісемін. Қандай платформа? YouTube. YouTube-та өтеміз. YouTube-та лекция. Барлығы YouTube-та болады. Ай сайын салып отырамыз. Жоқ, ай сайын салып отырамыз. Әркім өзі біледі. Әркімге қалай ыңғайлы.
басқа потоктар болады ма болашақта? Иә, болашақта басқа потоктар болады, но олардың менің ойымша келесі поток осы бағада болады, но одан келесі поток мен бағасын өсіремін. Отзывтар керек болса инстаграмда тұр. Ақшаны неше рет саламыз? Так, Нури, мен сіздің сұрағыңызды түсінбедім. Инвестицияға ма? Инвестицияға негізі ай сайын ақша салып тұрған дұрыс. Ай сайын, 2 ай сайын, 3 ай сайын, жыл сайын постоянно болу керек. Вот сіз мысалы ақша жинайсыз ғой ай сайын бір стипендия немесе жалақыңыз бір бөлігін салып қойып, бір бөлігін біз бар болған инвестицияға саламыз. Болды. Міне осы. Бұл бірінші бизнес, сосын инвестиция. Бірінші ақша көзі, активный ақша көзі, содан кейін инвестиция. Дұрыс айтасыз, иә, құндыз дұрыс түсіндіңіз. 18 жаста инвестиция жасаса бола ма? Әрине, Аяжан, әрине болады. Ай сайын неше мың теңге салу керек? Өзіңіз білесіз. Шын айтайын, өзіңіз білесіз. Мына жақта нақты бір сумма жоқ. Әркім өзіне ыңғайлы суммамен айналысады. Әртүрлі адамдар отыр мына жақта, сондықтан әркім өзі біледі. Пенсияға шықпай өмірім таусылып кетсе ше. Ну, егер солай ойлайтын болсаңыз, солай ойлаймыз. Медицина дамып жатыр. Өмір барған сайын қауіпсіз. Медицина дамып жатыр, дәрі дамып жатыр. Медицина арзандап жатыр. Қазір өмір керісінше ұзарады. Өмір ұзарып бара жатыр. Я дұрыс айтасыз, арайлым, я барлығын түсіндіріп беремін. Мұнда жас ерекшелігі жоқ. Жоқ, айына жас ерекшелігі жоқ. Так, Санжар, бізде қанша уақыт қалды? Мен бітірейін ба? Так, Санжар. Так, қазір. Төрт минут. Все жақсы онда. Рахмет сіздерге. Сұрақтарыңыз болса, WhatsApp-қа жазыңыз. Сыйлықты қалай аласыз? Айтуға ұмытып кеттім. Міне, осыны скриншоттап алсаңыз болады. Мына біздің бас сыйлығымызды ала аласыз. Келгеніңізге рахмет. Міндетті түрде сәтті зейнетақыда сіздерді күтемін. Өмірлеріңіз керемет болсын, денсаулықтарыңыз зор болсын, бақыттарыңыз мол болсын. Шексіз алғысымын сіздерге, мен тыңдап уақыт бөлгеніңізге. Рахмет сіздерге. Өліп кетсеше барлығы жоқ болып кете ма? Жоқ, туыстарыңызға, балаларыңызға мұра болып қалады. Бұл мүлік, акция бұл мүлік, бұл пәтер сияқты, бұл мұра болып қалады ары қарай. Бауырларыңызға, әке-шешелеріңізге, балаларыңызға мұра болып береді. Бұл, түсінесіз, біз бұны жасаймыз өзіміз үшін и балаларымыз үшін. Ертең бұны сендер өлесіңдер, мысалы қартайып өліп қалдыңдар, сол ақшаның барлығы балаларға қалады. И балалар содан кейін оны немерелерге қалдырады. Немерелер шөберелерге қалдырады. Міндетті түрде әр ұрпақта бір адам байып қалған өзінің ұрпағын үйрету керек. И сол адам кім бірінші болады? Өмір сондай осылай кедей болып өтесіз, сіздердің балаларыңыз да сондай кедей болып өтеді. Әлде сіз өзіңізді қолға алып үйреніп аласыз да балаларыңызға үйретесіз. Балалар немерелерге үйретеді, немерелер шөберелерге үйретеді. И ол мүлік болып ары қарай қала береді. Бұл зат дейді. И ол ары қарай кете береді. Таңғалымды қазақтарға өз өмірлері ғана туралы ойланады. Балалар туралы ойлану керек қазірден болса. Балалар, ертең балаларын 9-дан 5-ке дейін жұмыс істеуін кім қалайды? Қандай оңбаған адамсың, беттерін айтайыншы. Балаларына мұра қалдырмайтын. Не қалдырасың ертең балаларына? Microsoft акциясын ба, әлде кредит па iPhone-ға? Қалай ала алады? Біздің парольмен кіріп па? Я, сендердің парольдерімен кіріп, дұрыс айтасыз, я. Ол туралы да курста айтам негізі. Бұл жеп-жеңіл нәрсе. Мен негізі өзім барлығын документтеп қойдым. Егер мен қазір қайтыс болсам, барлығы қалады. Қанша ай болады? Бір ай болады, қалау, бір ай болады. Пакеттер бар, презентация ашылыз, показ. Так, міне скидкамен міне береді. Все, бізде уақыт тук-тук-тук-тук-тук-тук. Қазір шығарып тастайды бізде. Я Ақбота 10 мыңнан бастаса да өз еркі ғой, я.
все, давайте, рахмет сіздерге, сау болыңыздар.